Сүлейменшілер, басқа да нақшбанділік, халиделік топтар болсын, жалпы жамағаттар болсын. Бұлар бүгінде Түркияда ең кең тараған діни топтардың қатарында. Сүлейменшілердің негізгі орталығы көбінесе Англияда, Лондонда орналасқан. Олар да сол жақта жұмыс істейді. Олар Сүлейман Хилми Тунахан Эфендіге бағынышты екенін айтады. Сүлейман Хилми Тунахан Эфенді өте беделді ислам ғалымы еді. Бір жағынан, олар халықпен тығыз байланыста өмір сүреді. Халықтан алынған заттай және ақшалай көмектердің арқасында өз қызметін жалғастырып келеді. У них есть сайт, есть страницы в социальных сетях, где они открыто говорят и делятся той благотворительной работой, которую совершают. Первоначальным обязательным условием для деятельности Жибек Жолы в Казахстане было условие меморандума с Духовным управлением мусульман Казахстана. Жатақханаларда студенттердің тұруы Түркияда әлі де кең тараған құбылыс. Кейбір жағдайларда студенттер зардап шекті. И еще изнасилование несовершеннолетней девочки устазом. Также в экспертном сообществе есть мнение о сильной политизации убеждений приверженцев сулейманжистов, что является латентной угрозой для свержения конституционного строя в Республике Казахстан. Beynini yıkarlar sinsice. Ne olur kanma, ben abisiz yaşayamam. Sorgu sual soramam, himmetsiz hiç duramam. Түркия. Сырт көзге тыныш, таныс, бізге жақын ел. Бірақ осы елдің тыныштықтың ар жарында 10 жылдар бойы талай жасырын қозғалыстар, діни ағымдар, күрделі күштер тайталасып келді. Біз бұл сапарда дәл сол көрінбейтін кеңістіктің ізіне түстік. Өйткені Түркияда басталған құбылыстардың кейбірі біз ойлағаннан да жақын. Тіпті өз елімізбен байланысып жатқан тұстары бар. Сенім адамзаттың ең нәзік әрі ең қуатты күші. Бірақ сол сенім құпия бөлмелерге қамалып, сыртқы әлемнен оқшауланғанда не болады? Тарих бізге бір шындықты үйретті. Жарыққа ұмтылған ниеттің өзі кейде қараңғылықтың құралына айналуы мүмкін. Біз бүгін Түркия тарихындағы ең жұмбақ, ең жабық және ең ықпалды діни желілердің бірі Сүлейменшілер жамағатының пердесін тіреміз. Олар кімдер? Қарапайым Құран үйретушілер ме? Әлде жаһандық саясаттың көлеңкелі ойыншылары ма? Армысыздар. Аты жөнім Асыл Махметов. Дәл қазір Түркия елі Стамбул қаласындамын. Бұнда келуіміздің басты себебі Сүлейменшілер жамағаты туралы зерттеу жүргізу. Өйткені Қазақстанда пансионат жатақхана ашқан бұл жамағат өкілдері елімізде әлі де көп. Бұлардың түпкі мақсаты не? Көздегендері билік пе? Неге бұл жамағат жиі өтірік айтады, ұстанымдарын өзгертеді? Сүлейменшілердің мұсылман елін дару харп, яғни соғыс алаңы деп есептейтіні рас па? Сүлейменшілердің шынайы бет бейнесін ашамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өздерін сопылық Нақшбанди тарихатына жатқызатын Сүлейменшілер жамағаты қазіргі Болгарияның Дунай өзені бойындағы Силистри аймағында дүниеге келген Сүлеймен Хилми Тунахан атымен аталады. Сүлейменнің әкесі Осман Құранды жатқа білген хафиз, әрі өз заманының танымал ұстазы болған. Сүлеймен алғашында өз ауылында, кейін Стамбулда білім алды. 1916 жылы жоғары білімді атанып, әрі қарай Сүлеймания, сосын Құзат медреселерінде оқуын жалғастырады. Одан соң мешіттерде уағыз айтумен қатар, мұсылман балаларына ислам дінінің негіздерін үйретеді. 1950 жылы алғаш рет ресми түрде Құран курстарын ашуға қол жеткізеді. Ол халыққа Құран үйретуді және имандылыққа шақыруды мақсат тұтады. Біз Сүлейменшілер деп атайтын бұл топ республика кезеңінде, яғни республиканың құрылу кезеңінде Сүлейман Хилми Тунахан есімді бір ұстаздың Құран қызметі аясында құрған бір топ болып табылады. 1930-1940 жылдары Сүлейман Хилми дін істері басқармасында муфтиятта қызметкер еді, діни ғалым болған.
Діни білім беру 1925-1950 жылы тоқтаған аралықта 25 жыл ішінде ол өз мүмкіндіктерімен Құран оқытумен айналысуға тырысты. Негізгі слейменшілер деп аталатын топтың қалыптасуы 1950 жылдары Түркияда демократия кезеңі басталған шақта қалыптаса бастады. Олар халықтың қолдауына ие болды. Себебі олардың мақсаты айқын еді. Олар біз Құран үйреткіміз, халқымыздың дінін үйренуіне көмектескіміз келеді деген ұстанымда болды. Сүлеймен мырза жақсы ғалым, әрі өзін діни қызметке арнаған адам еді. Бірақ одан кейінгі келген адамдар бұл топты басқа бағытқа бұрды. Негізінен біз олардың қандай да бір сыртқы ықпалдың шеңберінде әрекет ететінін ойлаймыз. 1959 жылы Сүлеймен Хилми Тунахан дүниеден өткеннен кейін, оның жолын шәкірттері жалғастырды. Және олар Сүлейменшілер деп атала бастады. Біз қазір Стамбул қаласындағы Сүлейманшылардың негізін қалаған Сүлейман Хилми Тунаханның жатқан жеріне келдік. Барлық Сүлейманшылар менің ту сыртындағы осы жерге келіп зиярат етеді. Біз де қазір жақынырақ барып көреміз. Бірақ бұл жер қарапайым зираттан гөрі жабық әскери нысанды еске салады. Айналаға мұқият қараңызшы, әр қадам сайын қатаң бақылау. Әр бұрышта қырағы күзет. Мұнда камера ұстап жүру былай тұрсын, артық қимыл жасаудың өзі қауіпті. Жан жақтан ағылған мыңдаған адам, темірдей тәртіп және суық жүздер. Сұрақ туындайды. Марқұмның басына дұға ету үшін неге мұншама сақтық қажет? Қарақұрым халықтың басым бөлігі әйелдер. Және ең қызығы, олардың барлығы егіздер сияқты. Бірдей киім, бірдей түс, және ешкімге ұқсамайтын орамал тарту үлгісі. Олардың әйелдерінде де бас орамал байлау тәсілі бар. Мұны медиа арқылы көре аласыз. Жазсаңыз да табасыз. Олар осылай байлайды. Эксперттердің айтуынша бұл ерекше стиль жай ғана сән емес. Бұл кезіндегі саяси қысымнан аман қалу үшін ойлап табылған маска еді. Бірақ уақыт өте келе бұл маска жамағаттың бұлжымас униформасына айналды. Сүлейменшілер басқа да нақшбанділік, халиделік топтар болсын, жалпы жамағаттар болсын. Бұлар бүгінде Түркияда ең кең тараған діни топтардың қатарында. Олар Сүлейман Хилми Тунахан Ефендіге бағынышты екенін айтады. Сүлейман Хилми Тунахан Ефенді өте беделді ислам ғалымы еді. Өзім Сүлейменші жамағатынан болмасам да, ол топ секілді ол кісіні жақсы білмесем де, Сүлеймен Ефенді жайында оқығанда, қазіргі Сүлейменшілермен байланысы жоқ дей аламыз. Бір жағынан бұл Сүлейман Ефендіні пайдаланып кеткендер деп айтуға болады. Сүлейменшілер жамағаты тарапынан Түркияның көптеген қалаларында, сондай-ақ Германия, Франция, Ресей, ақш, Голландия, Швеция секілді мемлекеттерде Құран курстары ашылады. Сүлейменшілер Түркияда пайда болған түркшіл ұлтшыл діни ағым болып саналады. Сүлейменшілердің негізгі орталығы көбінесе Англияда, Лондонда орналасқан. Олар да сол жақта жұмыс істейді. Мақсаттары саясатқа, экономикаға және бюрократияға ықпал ету. 1978 жылдың 1 қарашасында Түркияның Dünya газетінде жарық көрген басылымда Сүлейменшілер түркиялық мүфтиятқа қарсы тұрған ресми дін басыларын шайтанның әскері деп атаған секта ретінде көрсетілген. 1989 жылы Сүлейменшілер лидері депутат Кемал Каджар журналист Назлы Ылыджаққа берген сұхбатында Түркия Дарул Харп деген еді, яғни Түркия соғыс алаңы деді. Арада 40 жылға жуық уақыт өтсе де, бұл жамағаттың ұстанымы өзгерген емес. Сүлейменшілер үшін Түркияда, Қазақстанда соғыс алаңы. Сүлейменшілер жамағатының ең қауіпті идеологиялық қаруы Дарул Харп түсінігі. Спикерлердің айтуынша, олар өздері тұрып жатқан мемлекетте мейлі ол Түркия болсын, мейлі Қазақстан. Ислам жері емес, соғыс жері, немесе кәпір мемлекет деп санайды. Бұл жер Дарул Харп деген мәселелері ашық. Дарул Харп кәпір мемлекет деген сөз. Бұл не үшін керек? Жауабы қарапайым, ақша үшін. Исламда харам етілген өсімқорлықпен пайыз алуды олар осылай адалдайды. Олардың логикасы бойынша, бұл жер Дарул Харп. Мұнда кәпірлерден пайыз алуға мемлекет заңдарын айналып өтуге болады. Мысалы, бұл Дарул Харп, бізге пайыз жемейтін адам әкелсін дегендей. Олар пайызға ешқашан қарсылық білдірмейді. Пайыз құбылысын сыни тұрғыда қарастыруы мүмкін. Бірақ Түркияда пайыз алынып беріледі. Өйткені Түркия
Дарыл Харп саналады. Пайыз алмайтын бізге әкелсін деп түсіндіріледі. Бірақ эксперттер мұны 200-лік деп бағалайды. Егер бұл мемлекет жау болса, неге олар министрлерді қонаққа шақырып, билікпен серіктес болуға ұмтылады? Бұл діни сенім бе, әлде қаржылық мүдде ме? Сен кәпір мемлекетпен серіктес боласың, бірақ сол елдің министрін медресеңнің, мектебіңнің, курсының ашылуына шақырасың. Сонда қалайша бұл Дарул Харп болады? Сүлейменшілер Түркиядағы ең бай діни топтардың бірі. Олардың ерігінде мыңдаған пансионаттар, зәулім ғимараттар және шексіз мүлік бар. Бірақ ең қызығы, бұл алып империяны ұстап тұруға мемлекет қазынасынан көк тиын да бөлінбейді. Ендеше миллиондаған қаржы айналымы бар бұл жүйе немен қоректенеді? Қаржылық тәуелсіздіктің сыры неде? Сүлейменшілердің жатақханалары мен курстары мемлекеттен ешқандай көмек алмайды. Оған қоса, онда қызмет ететін ұстаздар мен оқытушылар өздерінің жатақханалары мен қорлары, вақыптары арқылы қолдау табады. Яғни олар халықтан қаржы жинайды. Әртүрлі жолдармен ақша жиналатыны белгілі. Бірақ бұл құрылымдарға мемлекеттің ашық түрде көмек көрсететіні немесе қаржы беретіндігі жөнінде мәлімет жоқ. Бір жағынан, олар халықпен тығыз байланыста өмір сүреді. Халықтан алынған заттай және ақшалай көмектердің арқасында өз қызметін жалғастырып келеді. Және олар дәулетті топтардың бірі дей аламыз. Бұл аталған жамағат біздің елде де тамырын терең жайған. Әлі күнге дейін белгілі, белгісіз Құран оқу курстары деп ашылған пансионаттар жұмыс істейді. На сегодняшний день юридическая организация «Жибек Жолы» представлена сетью пансионатов и благотворительных учреждений, в которые входит около 90 пансионатов, и охватывают они в них проживает около 3500 казахстанских детей. Эксперттердің келтірген дерегі шошытады. Қазақстан бойынша 90-ға жуық нүкте. Бұл картаға қарасаңыз, бүкіл елді шырмап алған өрмекшінің торына ұқсайды. Бұл пансионаттар жүйесі кездейсоқ құрылмаған. Олар әрбір облыста, әрбір стратегиялық маңызды аймақты қамтуды көздеген. Біз күнделікті өмірде бұл ғимараттардың жанынан өтіп жүрміз. Бірақ терезелері пердемен тұмшаланған бұл үйлердің ішінде шын мәнінде не болып жатқанын ешкім білмейді. 90 нысан. Бұл 90 түрлі қауіп ошағы. Бұл желінің тамыры елордамыз Астанаға да терең жайылған. Бас қаланың өзінде көз алдымызда олардың бірнеше ірі ошағы жұмыс істеп тұр. Мәселен, Брусиловский көшесінде қазіргі аты Сарыарқа елде өзгертілген бұрынғы Есіл мен Аққорған пансионаттар орналасқан. Ал Егемен Қазақстан көшесіндегі 15-ші үйде бұрынғы Отырар, қазіргі Алаш қызмет жатақханасы бар. Бұдан бөлек Лепсі мен Бурабай көшелерінде Бурабай және Ескендір пансионаттары бой көтерген. Тіпті қала шетіндегі Лесозавод ауданының өзінде Ақмола және Астана атты екі бірдей ғимараттары Тайбұрыл көшесінде қызмет етіп жатыр. Олардың жұмысы тек жабық есіктердің артында емес, ашық ақпараттық кеңістікте де жүріп жатыр. Эксперттердің дерегінше, бұл жамағаттың өздеріне тиесілі арнайы веб-сайттар мен әлеуметтік желілерде ресми парақшаларда жетерлік. Олар заманауи технологияны жатсынбайды. Керісінше, ғаламтордағы түрлі платформалар арқылы өз уағыздарын таратып, жастардың қызығушылығын оятуға тырысады. Яғни пансионатқа келе алмағандарды олар экран арқылы өздеріне шақырады. Также надо иметь в виду, что они ведут огромную активность и в социальных сетях. У них очень много, у них есть сайт, есть страницы в социальных сетях, где они открыто говорят и делятся той благотворительной работой, которую совершают. Сонымен қатар, бұл жамағат Қазақстан мұсылмандарының торнамасына қайшы келетін, қазақстандық патриотизм мен ұлттық идентификациядан айыратын, шетелдік жат діни идеологияны астыртын түрде таратуға мүдделі. Радикал діни ойларды ашық түрде насихаттамағанымен, түбінде зайырлық қағидаттарды қолдамайды. Первоначальным обязательным условием для деятельности Жибек Жолы в Казахстане было условие меморандума с Духовным управлением мусульман Казахстана. Данный меморандум был заключен несколько раз и несколько раз был расторгнут. Последнее расторжение меморандума произошло в 2023 году. Информацию об этом вы можете найти на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, который, ссылаясь на постоянные нарушения правил меморандума со стороны устазов Жибек Жолы. На сегодняшний день сулейманжисты не могут открыто преподавать религиозные курсы либо основы Корана для своих воспитанников, то есть религиозный компонент полностью выпадает из функций их общественных объединений. Они не имеют права это делать согласно законодательству Республики Казахстан. Айта кету керек.
Діни басқарманың ғұламалар кеңесі қабылдаған пәтуада Қазақстан аумағында мешіттен тыс орналасқан кез келген тұрғын үй, қоғамдық орын, базар, өндіріс орны, оқу орны, тағы басқа ғимараттар мен құрылыстарда жұма намазын оқуға болмайды. Сондай-ақ заңмен бекітілмеген орындарда діни білім беруге, діни рәсімдерді өткізуге заң жүзінде тыйым салынады. В последнее время в обществе произошло несколько резонансных уголовных и административных правонарушений в отношении Жибек-Жолы. В частности, во многих регионах Казахстана пансионаты Жибек-Жолы были закрыты. Также в экспертном сообществе есть мнение о сильной политизации убеждений приверженцев сулейманжистов, что является латентной угрозой для свержения конституционного строя в Республике Казахстан. Сүлейменшілер жамағаты қайырымдылықты бүркемеленіп, жабық медресе жүйесі негізінде пансионаттар арқылы әрекет етеді. Әлеуметтік тұрғыдан осал жандарға материалдық қолдау көрсету, тегін тамақтандыру, жатақханадан орын беру арқылы өз қатарына тартып, олардың санасына жамағатшылдық психологияны қалыптастырады. Сүлейменшілер көсемінің жастардың санасын улағаны соншалық, ол жамағатқа кірген адамдар өздерін осы су ішінде жүрген балықтай сезінеді. Яғни, сол сүлейменшілерден шықса, мына судан шығып қалған балықтай өмір сүре алмай қалам ба деп қорқады. Жатақханаларда студенттердің тұруы Түркияда әлі де кең тараған құбылыс. Стамбулда да бар, басқа көптеген қалаларда да бар. Түркияда зерттеу жүргізіп жүргенімізде күтпеген жағдай болды. Бір пансионаттан дәл осындай жамағаттың ортасынан Қазақстаннан келген жас жігітті кездестірдік. Ол мұнда діни білім алып жатқанын жасырмады. Бірақ сұрақ мынада, бұл білім кімнің қолында? Қандай идеологияның негізінде және ертең бұл жас азамат қандай бағытпен елге оралады? Жастардың алыстағы жабық пансионаттарға түсуі жай таңдау емес. Бұл санаға әсер етудің ең осал кезеңі. Бұл студент мұнда тек білім қуып келгенін, бәрі жақсы екенін айтады. Сырт көзге бұл тәртібі мықты, үлгілі оқу орны сияқты. Алайда қабырғаның арғы жағындағы шындық мүлде басқаша. Эксперттердің дерегінше, дәл осы пансионаттарда тәрбие деген желеумен балаларды ұрып соғу және қинау әдістері қолданылады. Тәртіпке бағынбағандарды күшпен жазалау, бұл жабық мекемелердің жазылмаған заңына айналғандай. Басқа өңірлерде де осындай жағдайлар жиі орын алды. Кейбір жағдайларда студенттер зардап шекті. Тіпті қысым мен зорлық-зомбылық оқиғалары да тіркелді. Өкінішке қарай бұл сұмдықтар тек сыртта емес, біздің елде де болып жатыр. Осы пансионаттардан жапа шеккен ата-аналардың айтуынша, Қазақстандағы пансионаттарда да балаларды қинау, күш қолдану, тіпті зорлау фактілер тіркелген. Тоже были избиения, тоже были систематические унижения, оскорбления и еще изнасилование несовершеннолетней девочки устазом, который был осужден, который сидит сейчас на данный момент, и их закрыли. И после этого все равно, несмотря ни на что, они перерегистрируются и открываются уже по другим названиям. 2016 жылдың қарашасы. Аладақ тауларындағы бұл түн Түркияның жадында мәңгілік жара болып қалды. Сүлейменшілер жамағатының қамқорлығындағы Тахсил жатақханасы сол түні қайырымдылық мекен емес, ажал апанына айналды. Ескірген сындардан шыққан ұшқын, ағаш еден мен пластик қабырғаларды лезде жалмап, ғимаратты тозақ отына орады. Жаншырақ ашқан кішкентай қыздар жоғарыға, құтқару жолына ұмтылған еді. Бірақ оларды күтіп тұрған құтқару есігі құлыптаулы болды. Оттың ыстығынан пластик тұтқалар еріп, бостандыққа шығар жол мәңгіге жабылды. Сол есіктің түбінде бір-бірін құшақтаған күйі 11 оқушы қыз бен бір мұғалім жан тапсырды. Олардың ең кішісі небәрі 10 жаста еді. Бұл өрт жай ғана апат емес, бұл діни фанатизм мен жауапсыздықтың құрбаны болған, күлге айналған балалық шақтың үнсіз айқайы. Сіз айтқан оқиғалар, мысалы жатақханалардағы өрт шығуы. Бұл жек көрінішті тек күшейтеді. Бірақ соған қарамастан, бұл ұйымдар әлі де өте қуатты. Зардап шеккен отбасыларға, яғни балалары қаза тапқан ата-аналарға барып, оларды сендіреді. Тіпті оларға бұл оның тағдыры деп айтады. Ал кейін не болады? Мемлекет тергеу бастайды. Бірақ ата-аналар шағымдарын қайтарып алады. Түсіндіңіз бе? Яғни, олардың миын улау әрекеттері әлі де жалғасып жатыр. Қайғыдан қан жұтқан ата-аналар қалайша бұл тағдыр деп бір күнде тынышталды.
Бұл жерде психологиялық қысым ғана емес, тылсым күштердің, яғни сиқырдың ізі бар деген қауесет желді еседі. Айтуларынша, сүлейменшілердің құпия сандықтарында тек таңдаулар ғана оқитын сиқырлы кітаптар сақтаулы. Ол кітаптарда адам еркін байлап тастайтын дуалар бар деседі. Бұл қаншалықты шындық? Бұл кітап қарапайым дүкендерде сатылмайды, бірақ біз оның ізіне түсуге бел будық. Дерек көздеріміз. Сүлейменшілердің кітап саудасымен айналысатын Арден атты бизнестері бар екенін айтты. Бәлкім құпияның кілті сол жерде шығар. Біз Арденге қарай жол тарттық. Түркиядағы көптеген жамағат бизнес империяға айналып кетті. Соның бір көрінісі сүлейменшілер жамағатына тиесілі Арден гипермаркеттер желісі. Менің ту сыртында тұрған Арден атауы сүлейменшілердің бұрынғы көсемі Ариф Дениз Оғлун есімі атауының алғашқы әріптерінен құралған. Бенің меркетім, яғни сүлейменшілер көсемінің маркеті дегенді білдіреді. Бұл жамағаттың оқитын бір құпия кітабы бар. Ислам танушылардың анықтамасы бойынша жамағаттың жоғары деңгей басшылары осы эзотериялық дұғаны оқиды екен. Сол бір кітапты біз қазір дүкеннен іздеп көреміз. Сүлейменшілер жай ғана діни жамағат емес. Бұл нағыз қаржылық корпорация. Олардың иелігінде тек жатақханалар ғана емес, алып гипермаркеттер, жеке балабақшалар, туристік агенттіктер мен кітап дүкендерінің тұтас желісі бар. Біз тұрған мына Арден сол алып империяның бір бөлшегі ғана. Спикерлердің дерегінше, бұл өз ішінде сауда жасап, бір-бірін байтатын экономикалық қуаты зор жабық жүйе. Олардың саудамен айналысатын тұстары бар, әрі бір-бірін қолдап жүреді. Бірақ олар жабық бір қауымдастық. Алайда олар қаржылық тұрғысынан бір-бірін мықты қолдайтынын айта аламын. Менің айтпағым мынау. Мысалы бір ұстаз шәкірт тәрбиелей алады. Бірақ ол мектептер ашып, білім беруді бастағанда, бұл тек сонымен шектелмейді. Кейін ол, менің қаншама жамағат мүшелерім бар, ендеше менің өз дүкенімде болсын дейді. Сөйтіп, экономика саласына өтеді, мақтар ашады, өз шәкірттерінен құралған топтар құрады. Бірақ бұл бизнестің астарында не жатыр? Шынайы жағдайды білу үшін біз бұл жерге жасырын камерамен кірдік. Мақсатымыз Евраду Шериф немесе Кибрити Ахмер секілді күмәнді кітаптардың ізіне түсу еді. Жасырын кадрларға мұқият қараңызшы. Мұндағы атмосфера мүлде бөлек. Бөтен адам кіргенде сезілетін сақтық пен үрей, жай ғана саудагердің емес, сырын жасырған жабық тарихаттың мінезі. Міне, шағын ғана құпия деген кітап қолымызға тиді. Бұның ішінде қандай дуалардың жазылғанын ислам танушылардан сұрап білеміз. Евраду Шериф. Бұл атауды жаттап алыңыз. Себебі сүлейменшілер жамағатында бұл кітап жай ғана дұға жинақ емес, бұл жүйенің іргетасы. Бұл еңбек бүгінде кең тараған және сүлейменшілердің қолында бар. Бұдан басқа Кибрити Ахмер деп аталатын тағы бір еңбегі бар. Бірақ ол құпия сипатта және тек шектеулі ортада сақталған. Жалпы қолжетімді емес. Біздің қолымызға түскен бұл еңбекті әлемдегі ең беделді ислам институты Әл-Азхар университеті тексеріп, кесінді сөзін айтты. Сақ болмыз. Бұл жерде сиқыр элементтер бар. Неге діни ұйым сиқырға жүгінеді? Сарапшылардың дерегінше бұл кездейсоқтық емес. Жабық есіктердің артында Кибрити Ахмер секілді құпия кітаптар арқылы адам санасына нейролингвистикалық шабуыл жасалады. Дегенмен, жалпы дәстүрлі діни құрылымдарда, тариқаттар мен сүннеттік топтарда сиқыр жалпы бар нәрсе ретінде қабылданатын құбылыс. Мақсат адамды Аллаға емес, ұйым басшыларына ғана бағынатын рухани роботқа айналдыру. Мұның сұмдық нәтижесін біз жатақхана өрттерінен көрдік. Өз перзенті отқа оранғанда, ата-ананың ашынудың орнына бұл тағдыр, шағынданбаймыз деп сілейіп қалуы қалыпты адамның реакциясы емес. Бұл Евраду Шериф секілді кітаптармен кодталған, сыни ойлаудан айырылған сананың көрінісі. Әл-Азхардың дабылы жай ескерту емес. Бұл ұрпақ санасы үшін жүріп жатқан жасырын соғыстың айғағы. Негізінен олар ойды басқару тәсілдерін, яғни өз мүшелерін психологиялық тұрғыда бағындыруды қолданады. Міне, бұл жерде ең маңыздысы мұның бәрі нейролингвистикалық бағдарламалау деп аталатын жеңіл гипноз тәсілдеріне негізделген. Осындай жеңіл гипноз әдістері арқылы көпшілік топтарды басқаруға болады. Бұл жамағаттың психологиясы тұйықталған сектаға ұқсайды. Эксперттер оларды өздерін таңдаулы халық санайтын ежелгі қауымдармен салыстырады. Өз қауымына кірмегендерді дін тұрғысынан бұзылған, шынайы дінге қатысы жоқ, сырттағы екінші сорттағы адамдар деп көреді. Біз бармыз дейді. Ал басқаларды бұзылған, төмен дәрежедегі адамдар ретінде көреді.
Олардың сенімінше, ақиқат тек өздерінің медреселерінде ғана бар, ал мемлекеттік діни мектептер мен мүфтият исламға қызмет етпейді. Сүлейменшілер енді бір жаңағы діни өзінің бағыт бағдары болғаннан кейін, әрине өздерінің сыртта өздерін ықпал ететін жаңағыдай ұстаздары, өздерінің фатуалары сырттан алынады. Сондықтан әрине бұл жерде кейбір мәселелерде келіспеушіліктер бар, иә. Жаңа сіз айтып отқан Диянеттің жаңағы Түркияның өзінің мүфтиятында жаңағы өздерінің бөлік жаңағы айырмашылықтар болғаннан кейін, біздің жерімізде ондай айырмашылықтар ол жақтан да көп деп айтуға болады. Олар өздерін қоғамнан соншалықты жоғары қояды, тіпті өздері захири деп атайтын қарапайым халықпен құдандалы болуды да, етене араласуды да құп көрмейді. Бұл діни бауырластық емес, бұл дінді желеу еткен жікшілдік. Мысалы, маған бір болған жағдайды айтып берді. Сүлейменшілердің бір тойханасы бар екен. Бұл жамағатқа кірмеген бір бауырымыз жағдайын түсіндіріп, менің қаржылық жағдайым жоқ еді, осы жерде той жасауым қанша болады деп сұрапты. Сол кезде бұл бауырымызға өте қымбат баға айтыпты. Аяусыз өте қымбат баға. Осылай басқа мұсылмандарға көмек бермейді, ешбір топпен жұмыс істемейді. Телефонмен сөйлесіп, олардың жамағатынан екендігін хабарлаған соң, жанағы бауырымызды қайта шақырыпты. Айтқан бағасын 3 есе арзандатыпты. Сосын жанағы бауырымыз мұсылмандар қалайша адамға қарай бағасын ауыстырады деп ойлағанын айтты. Эксперттердің пікірінше, сүлейменшілер жамағаты қоғамның ең қорғансыз бөлігін нысана қалады. Бұл ұйым әдейі тұрмысы төмен және толық емес отбасыларды іздейді. Неге? Себебі әкелік қамқорлыққа зәру, немесе анасы жалғыз асырап отырған балаларды баурап алу оңай. Олар мұқтаж жандарға тегін жатақхана мен тамақ ұсынып, қайырымды ағалалар болып көрінеді. Бірақ бұл көмек емес, бұл тұзақ. Оларға көп сұрақ қоймайтын, қарсыласуға қауқар жоқ. Кек айтқанды бұлжытпай орындайтын момын шәкірттер қажет. Олар жетімдік пен жоқшылықты өз қатарларын толықтырудың құралына айналдырған. Социальной базой для сулейманжистов является казахоязычное население из малообеспеченных либо социально уязвимых слоев населения. Кей кезде бір материалдық қиындықтары болады. Яғни сол материалдық бір қиындықтарын жауып беру арқылы, яғни система қалай? Мына жерден ақшасы бар бір меценат, кәсіпкер біреулер бар, мына жерде оқып жатқан бір жастар бар. Соны арасынан бір көпір жасап беріп, екеуін байланыстырып, кейін мынаның қажеттіліктерін жауып беріп отырады. Кейін мынау келгеннен кейін ол жаңағы өзін мынаған қарыздар деп есептемейді. Ортада саған соны ұйымдастырып берген, делдал болып тұрған ұйымды, сол ортаны өзінің не көреді жаңағы. Қарыздар осыны көреді. Сондықтан оған белгілі бір уақыт өткеннен кейін айтылады, қайтып келгеннен кейін енді қарызını қайтар дегенде бір не қойылады. Яғни бұл жерде ол сөз айтылмаса да адам бір өзі ақылымен түсініп тұрады бұл жерге қарыздар екендігінің. Яғни осының бір нәрсені өзінің ақшамен емес, өзінің қызметімен, өзінің бір қайтарымы бар екендігін, яғни бұл барлық күш сарпын осы неге қосуға тырысады. Сондықтан бұл бір жүйе осындай қолданады. Я вдова, осталась без мужа и без квартиры, и чтобы работать и содержать 3 несовершеннолетних детей, я была вынуждена отдать их в этот их пансионат, этих сулейманжистов. Но их условием было обязательное проживание в этом пансионате. И у меня не было выбора, поэтому я и согласилась. Сектанттық бағыттағы жамағатшылдық идеологияны жақтастары арасында таратып, ресми мүфтиятқа астыртын қарсы әрекет жасап, елдің діндар қауымының ауызбіршілігін бұзады, дінді саясиландырады. Қайырымдылықты бүркемелену арқылы әлеуметтік тұрғыдан осал азаматтарды өз қатарына тартып, жамағат мүддесіне берік етіп тәрбиелеп, оларды болашақта өз мүдделерін жүзеге асыру үшін саяси және бизнес элита қатарына қосылуына жағдай жасайды. Бізге қандай қаупі бар деген кезде бұл үй ішінен үй тігу деген қазақта сөз бар ғой. Баланы шәкірт кезінен жастайынан бастап өздеріне тарту, өзінің жабық бір құрылымдарына қарай итермелеу, шетелге алып кетіп өздерін арнайы оқу орталықтарында оқыту. Яғни бұл біздің ішкі діни тұрақтылығымызға, ынтымағымызға нұқсан келтіретін топтар. Сондықтан енді біз жалпылама айтқан кезде халықты барынша бұл топтарға еруден
сақтандырамыз. В общем, я четко поняла, что они не подчиняются нашему государству, нашему муфтияту. Они ведут свою пропаганду турецкую, внедряют, то есть врут нам, родителям, мы не знаем этого, а детей наших вербуют и отправляют за границу. Сүлейменшілер неге шындықтан көрі жалғанды жиі қолданады? Эксперттердің айтуынша, олардың идеологиясының өзегінде тақия, яғни шынайы бейнені жасыру жатыр. Олар шәкірттердің санасына мына бір қауіпті ойды сіңіреді. Біздің қызмет бұл соғыс, ал соғыс айла. Осы ұстаным арқылы олар қоғамды алдауды, мемлекетке өтірік айтуды және өздерін құбылмалы етуді ақтап алады. Олар үшін бұл кінә емес, бұл жаудың ортасында жүргізіліп жатқан жасырын тактика. Осы бұл топтардың ішіне жүрген адамдар өздерінің нақты осы топқа тиесілі екендігін көрсетпейді. Яғни айтпайды, жасырады дегендей. Сүлейменшілердің қаруы өтірік, қастандық, пиғылсыз айыптау және жоққа шығару. Олар әртүрлі комбинациялармен қастандықтар ұйымдастырады. Олардың барлығының мақсаты бірінші, мемлекеттің жалпы құрылымын өз бақылауына алу. Екінші, түрік дәстүрлі мемлекеттік жүйесін жою. Және үшінші, тек құлшылықпен шектелмей, мемлекеттік мекемелерге кіріп, өздеріне автономды аймақ қалыптастыруға ұмтылу. Олардың мақсаты мемлекетті қолға алу. Оны қалай жүзеге асыруға болады? Саясат арқылы. Сондықтан олар саяси хаос туғызады. Қоғамды өзгерте бастайды. Қоғамға ықпал етіп, саясат арқылы мемлекетті өз бақылауына алмақ. Сондай-ақ бюрократияның ішіне өз адамдар арқылы әсер етеді. Енді пайғамбар хадисі бар, "Ман ғашшана фалейса минна" дейді. Кім өтірік айтқан болса, ол бізден емес деп айтқан. Сондықтан енді бұл жерде бұл өзінің сенімінді бұлай жасыру, не үшін сен жасырасың? Бұның өзі бір күмән тудыртады адамда. Неге өтірік айтады? Себебі мемлекетті қолға түсіру үшін қоғамға әсер ету керек. Қоғамға немен әсер етесіз? Кез келген нәрсе айта бересіз. Экономика нашар, саясат жаман, құқық жүйесі тиімсіз. Осы ақпараттық операцияларды, осы өтіріктерді үгіттеп насихаттайсыз. Сол жалғандар арқылы саясатты өзгертесіз. Сол арқылы үкіметке ықпал етесіз. Мемлекетті қолға түсіресіз. Сол жамағат ішінде тәрбиеленіп шыққан шәкірттердің айтуынша, намаз соңында немесе басқа да уақыттарда Алла тағаланы еске алып зікір еткенде, ойымен көз алдында Сүлеймен Хилми Тунахан тұр деп елестетіп отырады. Также в социальных сетях были найдены видеозаписи религиозной практики под названием рабыта, в которых участвовали в том числе и несовершеннолетние дети. Религиозная практика рабыта является отличительной чертой движения сулейманджистов. Суть ее заключается в том, что когда ребенок год или два проживает в пансионате, характеризуется как очень прилежный, любознательный ребенок, который беспрекословно исполняет любые требования устазов, он переходит на второй уровень доверия, когда его приглашают участвовать в практике рабыта. Олардың жасайтын рабытасында, жаңа айтқанымызда өзі бір жабық структуралардың бір сипаты бар, бір нақты бекітілген, мысалға, бір дұғалардың түрлері бар, мысалға. Бірақ хадистерді нақты келмеген, осылар қолданатын бір дұғалардың түрлері бар. Сол дұғалардың түрлерін сен міндетті түрде оқуың керек, кейін жаңа 40 күннен кейін сен осыған бір келесің дегендей, кейін сол жаңағы ұстазынан жаңа рабыта тапсырылады. Яғни ол барлығы бір тек жабық күйде, ешкім жоқ күйде, сондай формада. Если ребенок по каким-то либо причинам пропускал практику рабыту, то учителя их пугали, угрожали ему муками ада. Сүлейменшілерден болсан ойын өзгертіп, осылардың ішіндегі нелердің барлығын түсінген азаматтар қазір баршылық. Барлығы өзінің бетперделерін көрсеткілері келмейді. Өйткені енді жаңа бір айта кететін мәселе, көп бұндай жабық топтарда андай нәрсемен қорқытады. Яғни сен бізден бөлініп кетсен, бізден қарсы келсен, саған осы жерде жиналамыз, теріс бата береміз дегенде, теріс дұға жасаймыз деген. Над детьми систематически издевались, устазы унижали, даже побивали, обзывали, оскорбляли. И вот за то, что дочь моя не принесла тут же, не принесла ведро с водой, та Джамиля Устаз взяла и скинула, когда она сидела на корточках, мыла пол уже, скинула эту полку сзади
И попала, значит, пулка это ударила по голове и по спине. Бұл кісі өз есімін атаудан да, жүзін көрсетуден де қорқады. Себебі ол қарсы шыққан ұйымның құрығы ұзын, әрі кек алуы мүмкін деген қауіп басым. Бірақ ашынған жүрек бәрібір үнсіз қала алмады. Ол өз қауіпсіздігі үшін бетперде киіп отырып, мемлекет басшысына тікелей үндеу тастады. Оның президенттен сұрары біреу-ақ. Балалардың тағдырын тәлкек кеткен бұл пансионаттардың жұмысы тоқтатылып, есігіне түбегейлі қара құлып салынсын. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к президенту, Комитету национальной безопасности, к прокуратуре, аппарату президента. Помогите закрыть эти сектантские пансионаты, которые и другие сектантские учреждения, которые развелись у нас по всей нашей стране. Помогите, чтобы уберечь наших детей, других детей, родителей, чтобы не прошли через этот кошмар, который мы пережили, который мы прошли. Ата-ананың бұл талабы қаншалықты орынды? Біз мәселенің анық-қанығына жету үшін түрлі сала мамандармен, психологтар және заңгерлермен кездестік. Дегенмен бұл тақырыптың жілігін шағып майын ішкен, әсіресе ұйымның біздің елдегі ішкі кухнясын жетік білетін сарапшы ретінде теолог Асқар Сабденнің пікіріне арнайы тоқталғымыз келеді. Түркиядан шыққан кейбір діни жамағаттар, солардың ішінде сүлейменшілер, сырт көзге білім беру, мәдени жобаларды қолдау және қоғамға қызмет ету идеясын алға тартып көрінгенмен, олардың нақты ішкі жүйесі жабық құрылымға, қатаң автократиялық иерархияға және рухани көшбасшыларды шамадан тыс сакрализациялауға негізделген. Бұндай жамағаттар адалдықтың, яғни лояльностьтің ең жоғары деңгейі жамағатқа арналуы керек. Ал Құдай, мемлекет, отбасы құндылықтары одан кейінгі орынға қойылады. Жамағатқа мұтлақ итағат, яғни абсолютті бағыну қағидатына сәйкес иерархиялық түрде бағыну тізбегі қалыптастырылады. Оның соңғы нүктесі Аллаға бағынумен теңестіріледі. Осыған сәйкес адептің, яғни жамағат мүшесінің өзінің тікелей жетекшісіне, ұстазына, абиіне бағынбауы аймақтық жетекшіге бағынбаумен тең. Аймақтық жетекшіге бағынбау бүкіл әлемдік имамға қарсы келумен тең. Пайғамбар мұрагері кайнат имамына қарсы келу пайғамбарға қарсы келумен тең, ал пайғамбарға қарсы келу Аллаға қарсы келумен парабар саналады. Осылайша жамағаттың барлық құрылымы құдайландырылады, обожествление жасалады және кадр дайындайтын қатаң вертикаль қалыптасады. Қызмет соғыс, ал соғыс айла деген қағидатқа сүйенетін бұл жамағаттар өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін тедбир секілді терминдерді пайдаланып, қызмет жолында ойланбастан өтірік айтуға, жалған ақпарат таратуға, дін атын жамылған парақорлыққа бару, емтихан сұрақтарын ұрлау және басқа да заңсыз әрекеттерді ақтап алады. Бұл тұрғыда олар конспирацияны, яғни тақияны міндет деген батиниттерге ұқсайды. Яғни мақсатқа жету жолында шынайылықтан бас тартып, конспирацияны діни міндет ретінде қарастырады. Кейде конспирация ежелгі грек мифологиясымен, кейде таяу шығыс оккультизммен ұштасып жатады. Өз мақсаттарына жету үшін олар ісіміз саясат емес, ісіміз қызмет деген жалған ұрамдармен алға шығып, кадрларды ерте жастан іріктейді және көп жағдайда бұл жамағаттар саяси партияларға немесе қаржылық үлкен холдингтерге айналады. Көп жағдайда жамағаттар мұсылмандарға қатаң, оларды захирилер, яғни діннің тек сыртқы формасын ұстанатындар деп таныса, ал глобалист күштерге аса жұмсақ саясат ұстанады. Сондай-ақ жаһандық жобалармен ықпалдасып, сыртқы геосаяси күштердің ислам әлеміндегі құралдары ретінде
қолданылады. Бұл жамағаттар өздерін зерттеген, олардың қателіктерін ашып көрсеткен, немесе жамағаттың ұстанымына сәйкес келмейтін пікір айтқан азаматтарға қарсы оларды жазалау, оларды қаралау, олардың беделін түсіру және әлеуметтік мәртебеден айыру, түркше айтқанда итибарсызлаштырма сияқты кез келген әдісті рұқсат деп санайды. Қатаң бақылау, идеологиялық ықпал және әлеуметтік шектеулер адамның ортасын, мансабын, болашағын және өзін-өзі бағалауын толықтай жамағатқа байлап қояды. Яғни бұл жамағаттар көп жағдайда дін атын жамылып, Құдайға емес, тек өздеріне тәуелді құл тәрбиелейді. Ақиқат іздегенге ғана ашылады дейді. Біз сол ақиқаттың ізімен күмәннің тұманы сейілту үшін мыңдаған шақырым жол жүрдік. Стамбулдың тарихқа тұнған тар көшелерінен бастап, қарт Анадолының ең білікті сарапшыларымен жүздестік. Босфор жағалауындағы түрік ағайындардың жанарынан біз бір ғана нәрсені көрдік. Ол сақ болыңдар деген үнсіз ескерту еді. Олардың әрқайсысы бір ауыздан: бұл дін емес, бұл жасырын саясат, бұл ұлтты іштен іріту құрал деп дабыл қақты. Кейін өз елімізге, кең байтақ Қазақстанға оралып, отандық теологтар мен дінтанушылардың уәжіне құлақ түрдік. Нәтижесінде қолымыздағы сансыз деректер, зардап шеккен ата-аналардың көз жасы және ғалымдардың пайымы шашылып жатқан мозаиканы бір тұтас қорқынышты бейнеге айналдырды. Біз перденің арғы жағындағы қайырымдылықтың шынайы жүзін, тәрбиенің астарындағы суық айланы көрсетуге тырыстық. Біздің миссия біреуге үкім шығару емес, көлеңкеде қалған шындыққа жарық түсіру болды. Біз картаның бәрін ашық үстелге қойдық. Мақсаттары айқын, қаупі нақты. Ендігі кезек сізде. Балаңыздың пәк санасын кімге тапсырасыз? Ұлттың ертеңгі діңгегін кіммен қорғайсыз? Керем ойланыңыз. Себебі таңдау жасау құқығы сізде болғанмен, оның ұрпақ алдындағы жауапкершілігі өте ауыр. Және соңғы ескерту. Эксперттердің айтуынша, бұл ұйымның санасы уланған, бұйрықпен ғана қимылдайтын биологиялық боттары бар. Олардың негізгі тактикасы шындықты айтқан кез келген бейне жазбаның астын жағымсыз пікірмен толтыру, шабуыл жасау. Бәлкім дәл қазір олар біздің зерттеуіміздің астына да бұл өтірік, жала деген сарындағы пікірлерін жаудырып жатқан болар. Егер төмендегі комментарийлерден ондай шабуылды көрсеңіздер, таңғалмаңыздар. Бұл біздің дөп басқанымыздың және бүгінгі айтылған ақпараттың шындық екенінің тағы бір дәлелі. Ақ пен қараны ажырату өз қолыңызда. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл шырмауық жобасы. Келесі бөлімдерде кездескенше. Yurda bu gece girersin gizlice, beynini yıkarlar sinsice. Ne olur kanma, ben abisiz yaşayamam. Sorgu sual soramam, himmetsiz hiç duramam. Ne olur yapma. Gel yurda bu gece, girersin gizlice, beynini yıkarlar sinsice. Yaşayamam, sorgu sual soramam, himmetsiz hiç duramam. Ne olur yapma. Kaçalım gizlice,
içelim delice, ne olur yapma. Ben abisiz yaşayamam, sorgu sual soramam, himmetsiz hiç duramam, ne olur yapma. Gel yurda bu gece, girersin gizlice, beynini yıkarlar sinsice. Ne olur kanma, ben abisiz yaşayamam, sorgu sual soramam, himmetsiz hiç duramam, ne olur yapma, ne olur yapma.